Картофельный лепешканың ең қарапайым рецепті достар. Сәлем баршаңызға. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырып, қолдап өтсулеріңізді өтінемін. Бұл мен үшін өте маңызды. Ал кеттік достар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге ең бірінші суға пісіріп, езіп алған картоп қажет. Тұз дәміне қарай тұзын, қара бұрышын салсаңыздар болады. Және де менде бұл жерде тек укроп, ұнатсаңыздар көк пияз қоссаңыздар да болады. 4 қасық сұйық май және де 1 жұмыртқа салып, жақсылап араластырып аламыз. Достар, егер сіздердің картоптарыңыз езілген картоп үлкен кеседе 1 кесе болатын болса, оған тура үлкен кеседе 1 кесе ұн кетеді. Жақсылап елеп аламыз. Қамырымыз жұмсақтау, бірақ қолға жабыспайтындай болуы қажет. Бұған тағы сыр, куркума қосуға болады. Яғни дәмін өздеріңіз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Дайын болған қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Міне осылай. Дайын болған шариктерімізді ұнның көмегімен жайып аламыз. Картоп болғандықтан ол қолға кішкене жабысқақ болып келеді. Сондықтан ұнның көмегімен жайып аламыз. Оған дейін табамызды баяу отта қыздырып қойыңыздар. Табаны қатты қыздырып алмаңыздар, тез күйіп дұрыс піспей қалады. Өздеріңіз бөліктерді осы үйіңіздегі табаның размеріне қарай жасаңыздар. Екі бетінде 1-2 минуттан пісіріп аламыз. Піскен кезде үстіндегі бетінде жаңағыдай шариктер пайда болады. Сол шариктер пайда болған кезде екінші бетіне ауыстырып аламыз. Ыстық кезінде сливочный маймен майлап алыңыздар. Сол кезде жұмсарады. Басында қатты сияқты білінеді, бірақ майлап қойып қоятын болсаңыздар, жұмсарап әдемі дәм береді. Ал достар, астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде осы рецепті пайдаланып жасап көріңіздер. Сіздерге міндетті түрде ұнайды деген ойдамын. Сіздермен бірге болған Мадина. Сау болыңыздар.